Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде желтоқсанның 17-сі, кешегі 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен баршаңызды құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Осы ішінара бейбітшіліктен, ең үлкен алтын байлығымыздан қатты сақтайық. Біраз мемлекеттер бар, өздерінің тәуелсіздігі жоқ. Сол себептен бәрі жақсы болады, уайымдамаңыздар. Мен де сенем, болашаққа сенем. Қазір болып жатқан ішінара шаруалар бар. Олардың барлығы ертең келесі ұрпақпен жаймен шешіледі деп ойлаймын. Өзім Қазақстанның болашағына сенемін. Нақ сеніммен айта аламын. Сіз сияқты жастар болғанда Қазақстан көркейеді. Қазір енді мен таңға шықтым. Таңғы сағат қазір 6-дан 18 минут кетті. Жаңа өзімнің тапсырысымды орындадым. Бір жақын адам тапсырыс берген. Есетті анда апарып келші, мында апарып келші деп. Оқыма не болып отыр? Адам салып отыр ма? Апарып келші деген қанша тастап кетті деп ойлайсыздар өз тапсырыспен. Он 15 мың тастап кетті. 15 мың тастап кетті. Қазір енді қалаға қарай шығып бара жатырмыз. Керемет. Әрине мен ризамын. Өте жақын адам. Қазір бір Сарыжар деген ауылдан шығып келе жатырмыз. Одан кейін Сарыжардан кейін Қорайлыдан кейін Ақтөбе қаласы. Қазір Ақтөбе қаласынан кіргеннен кейін Яндексті қосатын боламыз. Керемет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Желідегі жігіттер барлығыңызға сәттілік. Бүгін біз айфонмен түсіретін боламыз. Экшн камераны неге тастап кеттім, мүмкін істемейін алып шығармын. Экшн камера тек түсіру градусы ұнайтын болмаса, қалған жерлердің барлығы айфоннан кемдеу. Мысал айтатын болсақ, микрофоны нашарлау, яғни сөз сөйлегенде жай естіледі екен. Мен өзімнің видеолардан қарадым, редактор жасағанда. Баршаңызға сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін, демалыс күндеріңіз өте сәтті өтсін. Сіздің қасында керемет демалыс болсын. Ал біз жұмысқа кірісеміз. Мүмкін Қорайлыдан адам болатын болса, жолдан егер де алып кетеміз. Баршаңызға сәттілік, видео қарап отқан адамдарға назарларыңызға көп рахмет. Қолдауларыңызға көп рахмет. Әрбіріңіздің жазып жатқан пікірлеріңізді оқып жатырмын. Әрбіріңіздің қалдырып жатқан пікірлеріңізді оқып жатырмын, жауап беріп жатырмын. Көп рахмет баршаңызға. Кеттік, жолымыз болсын. Достар, жаңа ғана 1, 2, 3, 3-ші тапсырысты орындадық. 3-ші тапсырысты орындадық. Мына кісіні 2-ші подъездге алып келдім. 3-ші подъезден адам келеді қазір. 3-ші подъезден тапсырыс келіп тұр. Орман шаруашылығы деген қаланың сыртына шығамыз. Селхоз. Орман шаруашылығы деген қаланың сыртында Сазды микрорайонында. Достар, жаңа орман шаруашылығы дегеніміз Toyota центр жақта екен. Қаланың іші сырты емес екен. Flytime деген батут орталығы. Бұрын ана миксе пиццерияда жұмыс істегенде осы жақтан үнемі тапсырыс түсетін. Осы жаққа балдарын ойнатуға алып келеді. Сосын 15-20 шақты балаға бір тапсырыс береді, толтырып кәдімгідей. Бір машина пицца береді. Сосын жаңа наггетсы, крылышки, анау сондай нәрселер бар. Сосын бәрін алып келетін едік, есімде. Осында көп келетінбіз. Жаңа келе жатқанда ютубтан статистика қарайын деп бір тапсырыстан айырылып қалдым. Ол коэффициентпен болды. Енді тағы бір тапсырыс түсіп тұр. Букеме Батыр көшесі. Ол Болашақ ауданы. Осы жерден шамамен 3,5 шақырым. Ол бірақ ақылы подача. Ақылы тапсырыс.
қазір енді сол жаққа бара жатырмыз. Жаңағы тапсырысты алмаған соң бізде белсенділіктен 6 ұпайымыз түсіп қалды. Сол себептен 94 ұпаймен А точкасын көре аламыз, Б точкасын көре алмаймыз. Сол себептен енді барғаннан кейін білеміз қайда баратынымызды. Кеттік. Қазір 6-шы тапсырысқа келіп тұрмыз. Манағы ақылы подача 1,5 шақырым болды. 1,5 шақырым 460 теңге. 460 теңге болды. Қазір енді бұл да коэффициентпен беріп тұр. Изет Батыр көшесі, территория. Изет Батыр көшесі, территория на углях деген кафеға бірдеңе, по-моему, сондай бірдеңе сияқты, менің өзім ойымша. Тапсырысты орындадық. 10 минут 910 теңге. Қазір енді келесі тапсырысқа бара жатырмыз. Егер де Яндекс осылай бере беретін болса, мүмкін түске дейін 15 тапсырысты орындап тастайтын болармыз. 9 минут 1160 теңге. Нұрсат деген балабақшаға келдік. Қазір енді таңғы ас ішуге бара жатырмыз үйге. Таңғы ас ішіп алып, жүрек жалғап алып, түске дейін 15 тапсырысты орындап тастайтын боламыз. Кейбір клиенттер былай, кейбір клиенттер былай кездесіп жатыр. Болады шүкір, бастысы тапсырыс бар. Ең бастысы сол. Бүгін негізі тапсырыс көп болатын шығар. Мен өзім ойымша, өйткені бүгін демалыс, адамдар бар, демалып жатыр, адамдар қыдырады. Қазір таңертеңгі уақыттың өзінде осындай тапсырыс болса, енді мүмкін түскі уақытта немесе кешкі уақытта өте көп болатын сияқты тапсырыс. Үй жаққа кеттік. Мына жерден біздің 4,5-5 шақырымның жобасы. Мана өзімнің тапсырысымнан кейін мен 40 минуттай қалаға келіп бір тапсырыс орындадым. Содан кейін 40 минуттай бір өзімнің шаруашылығыммен шығып қайттым. Енді ол тапсырыстан кейін 6 тапсырыс орындаған кейін 7 тапсырысқа 4441 теңге таза табыс екен. 4441 теңге. Коэффициентпен ақылы тапсырыстар солар мені құтқарып қалды. Жақсы болып кетті сол. Қазір енді бұл жаққа жақындап қалдық. Дала өте әдемі болып тұр, керемет болып тұр, сухой. Қазір машинаны жуып аламыз, әйтпесе мына жерде. Мына жер салтақ, мына жер салтақ, мына жер салтақ. Салтақ мәселе көп. Шаңда болып тұр машина сырты. Қазір машинамызды әдемі қылып жуып аламыз. Сосын жұмысқа кірісетін боламыз, әйтпесе машинаны қаралмай қалып, қанша күннен бері жуылмай, полик бәрі іші лас болып тұр. Жақсылап поликті жуып, ішті бір полировать етіп алып, доңғалақтарды полировать етіп алып, сосын асықпай шығамыз ғой. Таң атпай ешкім бола қоймайтын сияқты. Мен өзім мойцамнан жуам, эконом вариант. Сол, мен үшін сол. Былай мойкілерге баратын болсаң, 2,5-3 мың теңге, 2,5-3 мың теңге. Мен 500 теңгеге мойкеге жуып алып, 2,5 мың қалған 2 мың теңгесіне газ құйып алмайын ба деген позиция менде. Енді әрине, әркімде әрқалай. Үлкен машина болса, мүмкін шаршап қалатын шығарсың. Біздің кішкентай машина гранта. Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Комфорт, қала бойынша комфорт тарифі, немесе Ақтөбе бойынша комфорт тарифі бар, бірақ комфорт тарифімен жүрген тиімді ма, тиімді емес пе? Менің өзім ойымша, Шкода, Rapid, Kia Rio 2020, 2021, 2022 жылғылар жүр қала бойынша. Бірақ олар енді таксопарктікі, сол жігіттер жаңа істеп, сол жаққа сменаға ақша төлеп жұмысқа кіреді. Қала бойынша енді білмеймін, енді мүмкін аз
просто аласа ғой, аласа. Ол мына грантадан қалғанда кәдімгідей едәуір аласа. Егер де өз машинам болатын болса, аяйтын сияқтымын мен Kia Rio-ларды. Мүмкін басқа қалаларда мүмкін алда болатын шығар. Бірақ өз қаламда енді Ақтөбенің жолдарын білеміз ғой. Біз енді такси болғасын, Яндекс болғасын, келесі точканы білмейтін болғасын, мысалы көбіне СК-ға жібереді, немесе СК-дан алып шығасың адамды қалаға қарай. Сол сияқты былай бір жағынан не сияқты қалай айтсам болады, бір комфорт пен эконом тарифтің арасы 150-200 теңге, кейде 50 теңге сондай болады. Қалай ойлайсыздар өзі, стоит па, не стоит па? Бұлай машина алып, онымен істеу. Енді егер де сіз комфорт машина болса, әрине 3 тариф қосылады, сізде комфорт, жеткізу қызметі және эконом. Экономды сөндіріп тастап, тек комфортпен жүру болады. Енді олай жүрген адамдар аз шығар енді. Біз қала бойынша комфортты. Мен өзім ойымша аз тапсырыс беретін сияқты. Олар экономмен де жүреді, комфортпен де жүретін сияқты мен өзім ойымша. Үйге келдік, қазір тамағымызды ішіп аламыз. Ауқаттанып алып, содан кейін шығамыз қайттан. Сағат 9:39. Таңғы асты ішіп алдық. Желге шығып жатыр қайтадан. Коэффициент 100-ден 600-ге дейін. Қалада пробка онша көп емес. Күтетін боламыз. Қанша уақытта, қай уақытта түсетін. Алғашқы тапсырыс көп ұзатпай негізі түсу керек. Менде қазір қосылып тұрған тариф міне қолжетімді емес жеткізу қызметін сөндіріп тастадым. Комфорт тарифі. Комфорт тарифіне менің машинам өтпейді, автокөлігім. Қызыққа көрейік міне. Комфорт және не тарифті? Эконом тарифті. Мен жаба тұрамыз. Тажылдап мына жерден негізі келу керек, егерде уведомление келетін болса. Садоводческий міне Ақтөбе Селмаш алтыда жетеді кез келген жерге. Так міне рынок табыс да, мысалы. Табыс базарына. Егер де эконом болса 1620, комфорт тарифі жоқ, міне көрдіңіздер. Егер доставка болса 1870, курьер болса 1430, самый быстрый 1620-ға келеді екен. О, өңірімізді Шелмеш Астана, Ақтөбе Астана сода едейді. Кеттік, жақын жер мынау. Міне барғанға дейін қанша шақырым? 600 метр, ал Астанаға дейін 4 шақырым 9 минут. Мына жерге қойып көрем. Пробовый версиясында бұл негізі телефондікі. Бірақ енді Алиэкспресстен алуымыз келгенше, Алиэкспресстен тапсырыс бердім, 300 теңге екен. Мынадай төбесіне бүйтіп крутить етіп қоясыз. Сол кезде ненің өзінің арнайы нелері бар, боксы бар. Мына машина өте ыңғайсыз кеткен, ешқандай фары жоқ, дым-дым. Алматыдан тапсырыс берейін деп едім, 3000 теңге дейді ол Алматыда. Қой, лучше Алиэкспресстен күтейін 300 теңгеге, 2 ай болсын, 3 ай болсын, разница жоқ деп. Ойлаңызшы, Алиэкспрессте 300 теңге, келетін уақытта бір 2-2,5 ай шығар мүмкін. Бұлай тікелей Алматыдан сатып алатын болсаңыз 3000 теңге. Мен Каспийден қарап көрдім, 1-2 нәрсе. Онда 2497 теңге, 2,5 теңгеге шығып тұр. Мен лучше Алиэкспресске тапсырыс берейін да күтейін мен. Осылай амалдай тұрамын енді. Уақытша. Бұлай. Негізі бұны камераны, экшн камераны негізі клиенттерді түсіру үшін арналған негізі контент сондай деп есептегенмін. Бірақ көреміз енді қалай болады түсіргенде де қалай түсіреді. Міне әңгіме айтып тұрғанда келіп қалдық. Бірінші тапсырысты аяқтадық. 6 минут 910 теңге. Керемет, е? Постоянно. Екінші тапсырыс. Жанат сауда үйі. Бару үшін
қанша 600 метр. Екінші точка бару үшін 7-де 9, 8 километр 15 минут. Кеттік. Қай жағынан шығады екен? Экстрайстан ба әлде халық банктан шығарым екен? Екі жағына да көрінетін жерге тұрайық. Шығып жатырмын деген хабарлама келді. Бүгін кешке бұйырса достарымызбен жеребе деген болады. Сіздерден қалай біреулерді черный касса дейді бұрын, солай аталып, қазір жеребе достардың немесе бір жұмыстастардың бірігіп бас қосуы, яғни келіншектермен, мысалы мен жұмыстастарым болса жұмыстастарыммен бас қосам, келіншекті ол кісілердің келіншектері менің келіншегіме барлығы вообще жаңағыдай біреулерді гәп дейді. Сол нәрсені әркім әртүрлі айтады. Оны жеребе дейді. Енді жеребе дегендегі мақсат кейбір кісілер андай бар, жеребе деген андай да бар. Мысалы айына 50 мың теңгеден әрбір 3 адам, мысалы 5 адам немесе 4 адам 50 мың теңгеден береді. Яғни сізге 150 мың теңге пайда болғанда қалай? Бір көмектесу, көмек беру. Сол ақырындап сізге келеді кезегі. Сондай нәрсе. Әркім әртүрлі түседі. Біреулер жеребе дегенде, біздер міне жеребе деген таза бас қосу үшін ғой. Достарымызбен айына бір рет бас қосып тұру үшін. Өте лас болып жатыр. Қазір нешінші тапсырыс? Мен қазір 8-ші тапсырысты орындап, 9-ші тапсырысты орындайын деп жатыр екен. Одан кейін 5 тапсырыс орындағаннан кейін бірден мойкеге бұйырса. Сразу мойкеге барып, жуып алып, жақсылап машинаны. Сосын үйге келіп, бір-екі жерін қарап, тағы да қосымша кішкене жолға да дейтін боламыз. Алдағы уақытта кішкене бір жақсы видеолар шығатын болады деп үміттенемін енді. Мүмкін басқа бір қалаға барып түсіріп көреміз Яндексті. Қызық болады. Біз білмейміз, мысалы Яндексті қай басқа қалада қалай болатынын. Сол себептен қызық болады деп өзіме де қызық болып, мүмкіншілік болып жатса, түсіретін боламыз. Батыс 2-ден оңтүстік батыс ауданына келдік. 4 шақырым, 10 минут, 10 минут батыс 2-ден батыс 2-ге. Ақылы подача. 720 теңге шықты. 4 километр. Жақсы шығып, әңгіметіп білдік. Енді біз ол үшін мұна жаққа шығу керекпіз. Трассаға. Мұна жақ трасса, қазір мен шығатын трасса, ол негізі Оралға баратын трасса негізі. Осы мұнау қазір біз оңтүстік батыс ауданында жүрміз. Сосын ар жағында Шестихатка деген аудан бар. Сосын Жаңақоныс деген ауыл бар. Қаладан шығып бара жатқанда оның ар жағында Құршасай деген ауыл бар. Бір-екі ауыл әлі бар. Әлия деген ауыл бар. Ар жағында Оралға кетіп жатқанда. Қазір енді мынау ақылы тапсырыс. Қазір бара жатырмыз. Мынау бізде нешінші тапсырыс екен? Мынау бізде 13-ші тапсырыс. Осы тапсырысты аяқтап тастағаннан кейін тағы бір тапсырыс жүреміз. Сосын машинаны жуатын боламыз. Сағат қазір 11-ден 17 минут кетті. Жаңа ақылы тапсырыс дегеніміз келгенше 4 километр 100 бі сондай жүріп келдім. Мына жаққа дейін батыс 2-ден, манағы оңтүстік батыс ауданынан батыс 2-ге дейін. Осы жерден келіп, мына жерде, осы жақын жерде, мына ар жағында домнан түсірдім. 870 метр. Соған 460 теңге берді. Қалай бұлай? Тұра ма, тұрмай ма? Менің ойынша тұрмайды сияқты. Болады енді. Заказдардың арасында қыстырып жіберуге ше. Енді мүмкін болмай жатқан шығар, ладно, түсіністікпен қарайық. Қазір міне соңғы тапсырысты орындайында жатыр. 15-ші тапсырыс. Осыдан кейін мойкеге барамыз. Сәтбаев көшесіне. Ол жақтан сосын ана
Жаңа қоныс ауылына кетіп бара жатқандағы мойкеге Вашингтон деген мойке бар, соған барамыз. Кіргізбес ғой, кіргізді. Келдім де бастым, интернет жоқ, көрдіңіздер ме? LTE ұстап тұр, бірақ интернет жоқ. Солай бұл жақта. Не, подъезд 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ана аркадан кейін болып тұрған. Жақсы район ғой, мына район. Аха, келдік. 15-ші тапсырысты аяқтадық. Қазір енді мойкеге бара жатырмыз. Міне 15 тапсырыстан 9164 теңге таза табыс. Общий табыс мен мына жерде міне шығындар 1786 теңге. 9164-ке қосып 1786 сонда общий баға шығады. Машинаны жуып алдық. Бірақ мына мойка баяғыдай сервис емес екен. Сервис жақсы еді. Қазір кішкене есіктен ашып қойдық. Білмеймін, жерде мынадай нәрселер жабысты өзімен өзі. Мынада көрінді, қап-қара деген отырып алып, былай саусақпен кетіріп болады. Бірақ оған уақытым жоқ менің. Үйге барып, үйден кейін болмаса. Шенетілі жаққан жоқпын. Дәл осы мойкіден біздер ана айдап жүрген Камриді алып кеткенбіз. Ана тұрған мусор жақтан. Бұрын мусор болған жоқ, ол жерде андай не болды. Ой, не деп атайтын еді оны. Так. Пилесос болды. Сол жиналып кетті, есімде сол. Қазір енді үй жаққа бара жатырмыз. Үйге барып, обед ішіп, сосын өзіміздің шаруамызды аяқтаймыз. Баршаңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Осы видео ұнайды деген ойдамын. Жолда жүргенде сіздерге сәттілік. Қаланың ішінде жүргендер сіздерге де сәттілік, тілектеріңіз көп болсын. Негізі маған қаланың ішінен қарағанда Дальняк ұнайды. Бірақ 4 орындық машинамен қалай Дальнякқа шығасың? Кішкентай яғни. Көрген мен Дальнякқа шығып. Ақтөбе мен Шұбар арасында, Ақтөбе мен Орал арасында ақтамайтын сияқты. Оралға мен мысалы үшін 3 рет па, 2 рет барып келдім. Біріншісінде өз шаруамен, екіншісінде таксовать етіп барып келдім целый. Үшіншісінде өзімнің шаруамен барып келдім. Бірінші барғанда аман-сау барып келдім, екінші барғанда помпа кетіп қалды. Сол тапқан ақшам бәрі помпа кетіп қалды. Мен Оралда машинаны запчасы қымбат сияқты Оралда негізі. Ақтөбеге қарағанда. Әлде біз Ақтөбенің тұрған оғасын білеміз бе, қай жақта арзан екен. Күндеріңізге сәттілік, баршаңызға. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар, баршаларыңызды күтемін. Рахмет қолдауларыңызға көп. Жақсы, аманшылықта, саулықта.